Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге жайма нанды морозильникте сақтап, оны қайта ерітіп, қалай қолдануды көрсетемін. Алдымен жұмыртқаға иленген нанымызды жайып аламыз. Жұқалап жайсақ та болады, өйткені жұмыртқаға иленген нан ол езілмейді және жыртылмайды. Мен видеода көрсеткендей жайылған нанымызды целлофановый пакетке жинаймыз, асықпай бүктейміз. Осындай екі жайма нан ол бір үлкен астау табақ болып саналады. Бұл жайма нан 2 аптаға дейін сақталады. 2 аптаның ішінде морозильниктен алып, ертерек 1 сағат бұрын ертіп қосаңыздар болады. Ерігеннен кейін оны осылай жайып аласыздар. Мен видеода көрсеткендей. Нанымыз ермей жатып, оны ашуға болмайды, өйткені ол сынып қалуы мүмкін. Жайып болғаннан кейін оны кішкене бетіне ұн себелеп жіберу керек, өйткені оқтауға орағанда жабыспау тиіс. Осылай оқтауға асықпай орап аламыз. Оралған нанымызды кесеміз. Өлшеп 3 бөлшекке бөліп тарелкаға саламыз. Қатты қайнап жатқан сорпамызға қамырымызды біртіндеп саламыз. 3-5 минут аралығында пісіреміз. Оның ортасында бір рет қозғап қоямыз. 5-7 минут піскен қамырымызды сүзіп аламыз. Міне осындай сап-сары, әдемі, езілмеген, жыртылмаған қамырларымыз осылай сүзіліп шығады. Менің YouTube каналыма жазылып, басқа да рецепттермен таныссаңыздар болады. Сіздерге ас болсын.